Шымкент қаласында Қазақстан халқы тілдер күніне орай қазақ тілі ұлы даланың ұлтаралық тілі атты конференция өтті. Шараның басты мақсаты мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, көп тілділікті дамыту және қоғамдағы рухани бірлікті нығайту. Конференцияға тіл мамандары, жас ғалымдар мен студенттер қатысты. Олар қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту жолдарын, үш тілді білім беру жүйесінің артықшылықтары мен қиындықтарын талқылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай конференциялар халықтың тілге деген құрметін арттыруға және мәдениеттер арасындағы диалогты дамытуға сеп болады. Нағыз тіл жанашырларының топтасқан жерде түрлі этнос өкілдері мемлекеттік тілді меңгеруі, игеруі Шымкентте, Түркістан өңірінде, жалпы оңтүстікте 98%-ға дейін деп жатады. Бұл үлкен қуаныш, мәртебе. Қазақ тілінің қолданыс аясын шүкір деп айтайық. Тәуелсіздік алған жылдарда қанша мектеп болды. Қазір қаншама қазақ тілді мектептер ашылды. Қазақ балалары ашылды, балабақшаларында топтар ашылды. Шүкір деп айтуға болады. Жыл сайын қолданыс аясы кеңейіп келе жатыр. Бұған мемлекеттік тұрғыда үлкен мән беріліп, әлеуметтік жобаларға қаржыландырулар жасалып жатыр. Сондықтан бұл енді бір адамның ғана атқаратын жұмыс емес. Бұл бір қоғамдық ұйымның ғана атқаратын жұмыс емес. Қазақ тілі, мемлекеттік тілдің мәртебесі деген бұл бүткіл ұлт болып ұйысу, бүткіл тіл жанашырларының осы қазақ тілдің, мемлекеттік тілдің мәртебесін асыруға барлығымыз мүдделі болуымыз керек. Сондықтан қазақ тілі жасай берсін. Қазақ тілінің тұғыры нықтап, мемлекеттік тілдің мәртебесін мықтап жүрейік. Конференция барысында қатысушылар мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, жастардың тіл мәдениетін дамыту мәселелерін талқылады. Бекжан Әбдімәлікұлы қазақ тілінің маңыздылығына тоқталып өтті. Қазақстан халқының тілдер мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, тілі жоғалған елдің өзі де жоғалады дейді. Мемлекеттік тіліміздің тұғыры биік, еліміздің еңсесі биік болсын. Тіл халықтың қазынасы, рухани азығы. Қазақ тілі ұлы даланың ұлтаралық тілі республикалық форумы өтуде. Мұнда қаламыздың және республикамыздың түрлі өңірлерінің тіл мамандары келіп, форумға келіп баяндама жасамақ. Мемлекеттік тіліміздің қолданыс аясын кеңейту мен оның қолданылуын арттыру мақсатында осындай шаралар өтпек. Бүгінгі конференция соның айқын дәлелі болды. Қатысушылардың айтуынша, мемлекеттік тілге құрмет елге деген сүйіспеншіліктің белгісі.